факультетінің студенті, 24 беске толының екінші курс студенті Оңғар Нұрлы Арай. Менің бүгінгі конференцияда ғылыми жобамның тақырыбы қазақ рухы болашақтың алтын көпірі. Рухтың маңызы. Рух адамзаттың, ұлттың ішкі жан дүниесі мен болмысының көрінісі. Бұл ұғым ғасырлар бойы халықтың өмір сүру салты мен, наным сенімі мен, тілі мен ділімен сабақтасып келеді. Қазақ халқы үшін рух тек жеке адамның ішкі сенімі емес, бүкіл ұлттың тарихын, мәдениетін, дүниетанымын, салт дәстүрлерін және де бойына сіңірген қасиетті күш болып табылады. Рухы биік ел ешқашан жеңілмейді, ал рухсыз қоғам тамыры солған ағаш секілді кез келген жерге қисаяды. Тарих беттеріндегі қазақ рухы. Қазақ рухының тамыры тереңде. Ғасырлар бойы қазақ даласы сан түрлі шайқастар мен сынақтарды бастан өткерді. Осының бәрінде де қазақ халқы өзінің қайсарлығын, батылдығын және де өзінің төзімділігін және ешқашан мойымайтын рухын көрсетті. Жоңғар шапқыншылығы кезінде Аңырақай шайқасы, батырлардың ерлігі, халықтың бірлігі, осының бәрі қазақ рухының жарқын көріністері. Қазіргі қоғамдағы қазақ рухының көріністері. Бүгінгі таңда қазақ рухы жаңа заман талаптарына сай өзгеріп дамып келеді. Яғни бұрынғы кезде тек соғыс арқылы рух көтерілді. Ал қазір заман бөлек, заман дамыды. Білім жағынан, ғылым жағынан біз көркейдік және дамыдық. Яғни біз тек қана тарихи сәттермен ғана емес, біз яғни әдеби туындыларда ғана емес, күнделікті өмірде көріністер табады. Мысалы, спорттағы жеңістеріміз, өнердегі толағай табыстар, ғылымдағы жаңалықтар. Яғни спорттағы жаңалықтарымызбен біз рухымызды көтеру арқылы біз еліміздің қандай болашағы жақсы екенін көрсете аламыз деп айта аламын. Ұлттық құндылықтар және оларды жаңғырту. Дәстүрлі құндылықтар, қонақ жайлылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқорлық. Бұл қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан рухани байлығы және болмысы. Құндылықтарды жаңғырту, дәстүрлерді сақтай отырып, оларды жаңа заманға бейімдеу, жастар арасында насихаттау, ұлттық рухты нығайтудың маңызды жолы. Мәдени мұра, сақтау және насихаттау. Қазақ рухының тағы бір маңызды құрамдас бөлігі бай мәдени мұрамыз. Бұл қазақ халқының тарихы, әдебиеті, өнері, музыкасы, салт дәстүрлері. Оларды сақтау, зерттеу және насихаттау арқылы біз ұлттық рухымызды тірі ұстаймыз және оны әлемге танытамыз. Яғни біз өзіміздің ұлтымыздағы болып жатқан насихаттарды, өнерімізді, музыкамызды, салт дәстүрлерімізді біз жаңғыртуымыз керек. Әдебиет пен жырлар, мысалға Абайдың қара сөздері, Жамбылдың жырлары, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы қазақ рухының сөз өнеріндегі шыңы болып табылады. Жастарды ұлттық рухқа тәрбиелеу. Болашақтың кілті жастардың қолында. Сондықтан жастарды ұлттық рухқа тәрбиелеу мемлекеттің деңгейіндегі маңызды мәселе. Оларға тарихты үйрету, ұлттық құндылықтарды сіңіру, патриоттық сезімдерін ояту болашақ ұрпақтың саналы азамат болып қалыптасуына негіз болады. Яғни Қазақстан тарихымызда біз соғыс арқылы рухымызды көтеріп, көптеген жағдайлар болды. Ал қазіргі таңда, яғни біз заман дамығаннан кейін білім жағынан дамыта аламыз және рухымызды көтере аламыз деп айта аламын. Қазақ рухы мәңгі жасайды. Қорытындылай келгенде, қазақ рухы ұлттың өшпес мұрасы, болашақтың алтын көпірі. Ол біздің тамырымыз,
күшіміз және бақытымыз. Осы рухты қастерлеп, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу әрбір азаматтың қасиетті борышы. Яғни барлығы біздің қолымызда. Рухымызды көтеру де, оны ары қарай жалғастыру да біздің қолымызда. Сол рухтардың арқасында біз осындай тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз рухымызды еш уақытта ұмытпауымыз керек, тарихымызды есте сақтауымыз керек. Енді осы сәтте мен өзіндік монологымды оқып кетсем. Қазақ рухы. Бұл жай ғана сөз емес. Бұл менің қанымда. Жанымда жүрген мың жылдықтың тынысы. Бұл бабамның қобыз үніндегі сағынышы. Бұл анамның әтеніндегі мейірімі. Даланың еркін жерінде еркіндік сүйген елдің күйі. Мен бүгін өз-өзіме сұрақ қойдым. Қайдан келдім? Қайда бардым? Қайда барамыз? Жауап біреу. Біз тарихтың тереңінен бастау алған, тамырына рух тұнған халықпыз. Қазақтың рухы тек шежіреде емес, ол әр жүректе, әр көз қараста, әр әрекетте сақталып келеді. Мен рухты көрдім. Ол отан үшін от кешкен батырлардың көзінде болды. Мен рухты естідім. Ол домбыраның қос шегінен төгілген күйде болды. Мен рухты сезіндім. Ол тілім мен ділімде, салтым мен нанымда тұр. Қазіргі заман басқа, ғасырлар тоғысында тұрмыз. Технология дамыды, уақыттың ырғағы өзгерді. Бірақ бір нәрсе өзгерген жоқ. Ол рух. Сол рух болмаса, біз кімбіз? Тек нөмірі бар тіршілік иесі ғана ма? Сондықтан мен сенем. Қазақ рухы бұл өткен мен келешектің арасындағы алтын көпір. Ол атадан балаға, жүректен жүрекке өтетін асыл мұра. Ол болашаққа жол ашатын шамшырақ. Бір күні дәл осылай мен сияқты сахнада тұрып, менің ұрпағым да дәл осылай айтады деп сенемін. Себебі мен сол рухты сақтап, болашаққа жеткізушімін. Мен қазақпын, мен рухпын, мен көпірімін. Барлықтарыңызға рахмет.